Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен хит рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге қияр, жұмыртқа, краб таяқшалары, сарымсақ және сыр қажет. Ең алдымен үккішті алып, краб таяқшаларын жұқа етіп өткізіп шығамыз. Мен бұл рецептке барлық қосылатын заттарды аз мөлшерде пайдаландым. Егер сіздің үйіңізде қонақ немесе адам саны көп болса, сіздер 2 есе қылып жасауларыңызға болады. Дайын болған краб таяқшаларын ыдысымызға салып алып, оның үстіне дәл осылай суға піскен жұмыртқаны да үккіштен өткізіп шығамыз. Жұмыртқамызды өткізіп алған соң, сырты да осылай үккіштен өткізіп барлығын бірге қосамыз. Сырдың артынан сарымсақты да өткізіп жіберсеңіздер болады, немесе сарымсақ езетін құралмен сарымсақты да қосып жіберіңіздер. Барлығы дайын болған соң, үстіне майонез салып араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді рулеттің сыртын жасауға кірісеміз. Ол үшін осындай үккіштің көмегімен біркелкі қиярды осылай жіңішке етіп өткізіп шығамыз. Барлығы біркелкі шығу үшін асықпай жұқа етіп жасаңыздар. Дайын болған қиярларды осылай тізіп қойып шығамыз. Оның арасына салмамызды салып, пышақтың көмегімен рулет секілді ораймыз. Енді дайын болған рулетті кесіп, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналымызға тіркеліп қойыңыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.